Армысыздар, қадірменді ертіс мәдениеті парақшасының оқырмандары. Бүгін біз әдеттегідей өзіміздің сұхбатымызды жалғастырамыз. Сұхбатымыздың барлығы да тіл аясында болады. Добрый день, дорогие подписчики. Мы сегодня, как и всегда, выходим в прямой эфир. И у нас сегодня в гостях Таргашина Лаура и Гросс Инга. Мы до этого, если помните, брали интервью у Инны. Теперь мы решили сделать интервью, общее интервью. Өзге ұлт өкілдері, әрине, бірақ енді қазақ тіліне келген кезде менен де жақсы біледі десем артық айтқандық болмас. Көңіл күйлеріңіз қалай? Как ваше настроение? Жақсы. Начнем с простых вопросов, наверное. И первый вопрос. Как вы пришли к этому? Как изучали казахский язык? Или это было с детства? Ну, вопрос в таком характере. Ну, как бы сказать, я вот с детства, не скажу, я когда, получается, я когда с 3 лет я пришла, как бы в 6 лет я поступила в детский дом. И когда я жила в детском доме, у меня была воспитательница, я, получается, попала в казахскую группу. Там была казахская группа, я, знаете, вообще на казахском не умела разговаривать, я вообще не понимала. Там дети, когда разговаривали, я вообще не понимала. Я подходила, спрашивала, о чем они говорят. И у меня была воспитательница, она была сама казашка, Веселинова Алмагуля Алексеевна. И в ее группе я воспитывалась, и благодаря ей она научила меня казахскому языку. Потом, когда я была в детском доме до 7 лет, до 7 лет я была там, потом, когда мне исполнилось 9 лет, она забрала к себе в семью, меня к себе в семью забрала, и вот, и благодаря ей я научилась казахскому языку. И по сей день владеете и русским, и казахским языком, как с маленьких лет я владею и казахским языком, и русским, но большинством я владею казахским языком. Ясно. Инга ханым, өзіңізден. Енді сіз Май ауданының тумасысыз, өзіңіздің білетін жалпы осы тіл үйренуде қандай қиындықтар болды? Енді менің аты жөнім Гросс Инга Райнгольдовна, ұлтым неміс, Май ауданының тумасымын. Енді қалай айтсам екен, тіл, қазақ тілі болу үшін енді мен үшін ана тілі деп білемін. Өйткені қазақ тілі мен дүниеге келгеннен отбасымда осы тілде тілім шықты. Енді ұлтым неміс болғанменен дегенмен де отбасым қазақы отбасы болды. Ұлты неміс бола отыра қазақы салт дәстүрді ұстанған, қазақ тілінде сөйлеген отбасында дүниеге келдім. Енді өзге ұлт бола тұра, бірақ та мен қазақ ауылында қарапайым отбасында дүниеге келгеннен кейін әрине бұл тіл мен үшін ана тілі болып қалыптасты. Ол менің анамның сүтінен бойыма дарыды. Менің неміс ата әжемнің осы қазақ жеріне келіп, жер аударылып келіп, өздерінің өмір бойы қазақпыз деп өскен өздерінің тәлімдері менің бойыма сіңген болу керек. Мен қазақ тілін өте жақсы білемін, қазақ тілін жаңағы мақтан етемін, барлық қазақтың осы салт дәстүрі, тәлімі барлығы менің өнері бойыма сіңген. Енді қазақ тілі қазір мен үшін ол менің ең бірінші тілім. Жаңа енді айтып отыр, мына жерде Лаура орыс тілі, бірақ өкінішке орай енді орыс тілі мен айттым, қарапайым ғана кішкентай бір бөлімшеде ауылда дүниеге келгендіктен бұл жерде мен үшін орыс тілінің қажеттілігі болмады. Сөздің шыны керегінде бала жасымда орыс тілінің қажеттілігі еш болмады. Мектепте бұл жаңағы тілді оқығандығымыз болмаса, бұның да мектепте де сондай бір аса қажеттілігі болмады. Бұл тапшылықты мен қазіргі кезде мына оқуымды аяқтап жұмыс деген кезде, қазір бізде білесіздер қаламызда көптеген енді аралас мектептер, орыс мектептер бар. Жұмысқа орналасқан кезде сол бір қажеттілік керек ау деген бір жаңағы проблемаға десем бір кездескенім болды енді. Жақсы, түсінікті. Жалпы менің білуімше бұл жерде енді көркемсөз оқу шеберлері жиналып отыр. Лаура да, сіз де көркемсөз оқу шеберлері байқауларына қатысқансыздар. Жалпы осы мен сізден өткен сұхбаттарда сұраған кезде сіз маған өте жақсы көмектескен, осы бір
қазақы рухты оятқан осы қазақтың өлеңдері, қазақтың поэзиясы деген болатынсыз. Ал сіздің ойыңыз қандай? Қалай айтсам болады, мен көптеген сөз шеберліктеріне қатысып жүрдім. Кішкентай кезімнен, бала кезімнен, мектепте оқыған кезімде де мен қатысып жүрдім. Абай оқуларына, көптеген Абай оқуларына қатысып жүрдім. Мың бала конкурстарына мен қатысып жүрген орындарға ие болдым. Енді қазақ тілі, ол қалай айтсам, ол мен үшін ана тілі болып келеді. Қазақ тілін мен үшін білу, ол өте маған асыл парыз болып келеді. Қазақ тілін үйренуге маған өте қиын болды. Қиын болып, но мен қалай айтсам, қиын болғандықтан мен бәрібір де қазақша үйренуге тырыстым. Қазақша сөйлесуге мен үйрендім. Қазір соған қиыншылықтарға қарамастан мен қазақ тілін жетік білемін. Енді тыңдап отырған кезде де бір акцент жоқ қазақ тілінде. Біздің өзі, қазақтарымыздың өзі кейде енді ұятта болса айту керек, акцентпен сөйлеп жатады, ойын жеткізе алмай жатады. Бірақ енді Лаураға қарасақ, енді бір шынымен де мақтануға тұрарлық дүние. Жалпы осы менің бір әріптесім маған мынандай сұрақ қойды. Мен өзі орыс ұлтынан, сонда сұрағы былай болды. Вот куда лучше отдать ребенка? Кішкентай баласы бар. В какой садик лучше отдать? Казахский или русский дейді. Сіздер қандай кеңес берер едіңіздер? Енді менің бірінші, әрине, әрдайым қазақ тілін айттым ғой, жанымен, тәнімен жақсы көргендіктен, мен шынымен де әрбір қазақ баласы, әрине, қазақ баласы, қазір көріп отырмыз ғой, көптеген өзімде аралас мектепте жұмыс істегеннен көремін, орыс сыныптарында қазақ балалар оқыған. Шынымен де ішім ауырады бұл жағдайға. Қайткенмен де қазақ баласы қазақ мектебінде оқып, қазақ балабақшасына барғаны дұрыс деп санаймын. Кейде мысалға өзім қазақ тілі маманы болғаннан кейін әріптестердің арасында, енді ол әріптестерім қазақша сөйлейді ғой, бірақ дегенмен де неге ол кісілердің баласы жаңағы тілі орысша шығып жатыр? Бұл жағдайларға мен көптен тап боламын. Сонда ойланам, неге енді әкесі, шешесі мысалға мұғалім, қазақ тілі маманы деген сияқты, бірақ неге баласы сөйтіп сөйлеп жатыр? Бұл сұрақтың шешімі шынымен де мен үшін бір үлкен әлі шешімін тапқан жоқ. Не себепті деп ойлаймын. Мүмкін шынымен де қазіргі біздің мысалғы заманымыздың бір басқа бір ауқымы, балалардың қолындағы мына әртүрлі смартфондар дейміз, көретін жаңағы шығатын мультфильмдері, ойындары барлығы басқа тілде шығады. Бірақ дегенмен де баланың қазақша сөйлеуіне болады ғой. Мен сол жағдайда кішкене түсіңкіремеймін. Мысалға менің де өзімде екі баланың анасымын. Кішкентай ғана енді міне біреу балабақшада, біреу енді мектеп табалдырығын аттаған балапандарым бар. Олар да мысалға енді қазіргі заманға сай енді бермейді емес, қолдарына телефондарын ұстатамыз. Олар да мысалға көреді басқа тілдегі мультфильмдер. Бірақ дегенмен де таза қазақша сөйлейді. Мен үшін бұл үлкен мақтаныш. Балаларымның, білмеймін, әлде менің үйде солай балаларыма ерекше бір жанымен, тәнімен сол тілді сүйгенімде, балам жаңағы әртүрлі сөз қолданыстарын қолданғаннан ба, балаларымда тілі өте бай. Кейде өзім де таңғалып қалам, Құдайым-ау, қайдан біледі екен осы сөзді, осындай сөздерді қайдан ғана алып қолданады екен деп, шынымен де балаларым таза қазақша өте жақсы сөйлейді. Мен соны мақтан тұтамын. Бірақ та енді бір қазір енді балабақшаға барғаннан кейін, қаланың балабақшасы қазақ тобы болғанмен сол топта орыс тілінде сөйлейтін балалар көп екен. Оны балам басында кейде бір байқағаным, өткенде бір қызық жағдай болды. Балам енді ауырып қалып, балабақшасына бара алмай қалды. Сонда оятып жатсам, тұрып енді біліп тұр ғой балабақшаға қалқыған. Анашым, мені неге балабақшаға апармадың? Қазір сабақ болады ғой. Апайдың жұмбақтарын кім шешеді қазақша? Апайдың ертегілерін кім тыңдайды? Кім оны мен достарыма түсіндіріп береді деп жаңағы қиналып, кәдімгідей өзінің жаңағы ерекше бір тілді, сондай бір топтың арасында өзі сол бір тілді жақсы білетіндігін бала біліп тұр. Сонда бір қиналып тұр, әрдайым сондай. Енді балалар мен соны шынымен де қазір мақтаныш тұтамын. Шынымен де кейде ойлаймын, шынымен де олар да мысалға сол жаңа орыс тілінде аралас сөйлеп жүрген балабақшаның тобына барып жүр.
қолдарында смартфонды ұстайды, көреді. Қазір көп ата-аналар сонымен ақталады, телефон ұстайды деген сияқты. Сол үшін тілдері бұзылып жүр. Бірақ менің де балаларым сондай жағдай бар. Бірақ неге олар қазақша сөйлейді мысалға? Мүмкін ол менің де шынымен де ата-ананың отбасындағы бір тілге деген ерекше біздің махаббатымыз, мен бойымдағы махаббат сол ананың сүтінен балаларына берілгендігі болады деп ойлаймын. Лаура, сіз ше? Енді сіз бастауыш сынып мұғалімісіз. Бұл енді сізге жақын тақырып болды. Мен өзім 16-шы мектепте жұмыс істеймін, 16-шы лицейде ол өзі орысша мектеп болып келеді де. Биыл осы орыс мектепке бірінші сыныпты қазақ тобын ашты. И сол мектепте мен ұзартылған күн тәртібінің мұғалімі болып жұмыс істеймін. Менің сыныбымда 13 оқушы бар. Сол 13 оқушының өзі бәрі қазақтар. Бірақ тек қана бірде бала қазақша сөйлемейді. Қазақ сынып, бірақ біреуі де қазақша сөйлеспейді. Мен олармен қазақша сөйлесем, айтып, сендер қазақ сыныбында оқисыңдар, қазақша сөйлесу керексіңдер. Жоқ, олар маған орысша айтады. Кейбір кезде жақындайды, айтады: мұғалім, можно мы в туалет сходим? Мен үндемей отырамын, жауап бермеймін. Мен оған айтамын: бар, қазақша айтасың, сосын мен саған жауап беремін. Сосын барады, отырады. Мұнда не айтқым келеді, ол кейбір кезде ата-аналардың өзі қателігі бар. Өйткені ата-аналар өздері балалармен қазақша сөйлемейді. Мысалы, мен балалардың ата-аналары, олар балаларына звондайды: сына, ты где? А я в школе еще вот сейчас выхожу. Ата-аналар өздері қазақша сөйлемейді. Біріншіден ата-аналар қазақша сөйлесу керек, ал екіншіден баланы қазақ балабақшаға, қазақ мектепке беруі ол дұрыс деп санаймын. Жақсы жауап болды. Менің ойымша, қазақ тілінен орыс тіліне машықтану, үйрену жеңілірек көрінеді. Ал керісінше орыс тілінен қазақшаға үйрену біраз қиындық туғызатын секілді. Жалпы мына өздеріңіздің педагогикалық тәжірибелеріңізден келтіріп жатсыздар ғой, мысалы, мына баланың тіл үйренудегі қиыншылықтарының бірі осы ата-аналардан деп отырсыздар. Жалпы қалай ойлайсыздар, ата-аналар курсын ашу керек пе қазақ тіліне, әлде не жасауға болады? Қалай үйретсе болады ата-аналарды? Мына ата-ана өзінен бастап бірінші кезекте. Қалай ол кісілерді қазақ тіліне алып келсе болады? Менің ойымша, ата-аналар өздері, мысалы, айтады ғой, көк общение дегенде, олар сол көк шеңберінде олар қазақша сөйлеуі тиіс. Қазақша сөйлеп жүрсе, үйдің ішінде де баламен қазақша сөйлеп жүрсе, бала сесін қарап, ол да қазақша сөйлейді. Тек қана қазақ тілінде сөйлесе, бала да қазақ тілін миына дегенде, басына тек қана қазақ тілін естіп, ол сосын қазақ тілін сіңіріп, қазақ тілінде сөйлеп кетеді. Ал егер де орысша сөйлесе, ол қазақ тілін ұмытып, орысша сөйлеп кетеді. Мысалға, мен қазір орыс сыныбында жұмыс жасаймын ғой, сынып жетекшілігім бар дегендей. Бұл жерде байқағаным, менің сыныбымда, мысалы, орыс сыныбы болған менен де тең жартысы қазақ балалары отыр. Қазақ балалары. Сол балаларға енді менің бір, қалай айтсам екен, бір жақсы бір нем шығар, аты жөнімнің өзге болуы, мен шынымен де әрдайым айтамын ғой, балалардың ең біріншіден қызығушылығын тудырады. Сол сияқты ата-аналардың да. Сондықтан да мен осы мысалға биылда бір өзіме сыныпты алған кезде ең алғаш өзімді жаңағы таныстыруым, ата-аналармен сөйлесуім, мен түсініктімін, бұл әрине орыс сыныбы, олар ата-аналарда орыс тілді болуы мүмкін, бірақ дегенмен де қазақылық бойында ерекше болғаннан кейін мен әрине әрдайым амандасудан бастап, әдетте ата-аналарға телефонмен хабарласқан өзінде көбінде жақсы, керемет деген сияқты сөз қолданыстарын қосып тұрамын. Сол кезде байқайтыным, ата-аналардың да ерекше бір қызығушылығы пайда болады. Кейіннен де қазірде мысалға байланысқа шыққан уақытта әрдайым менімен тек қана қазақша сөйлеп, жаңағы қазақша жауап беріп, мысалы өзіміздің бір топтар болады ғой, сол топта мысалы енді аралас ата-аналар отырғанмен ұлттары, менің қазақы ата-аналарым қазірде міндетті түрде тек қана менімен қазақша сөйлесіп жүр. Олар өздері де бір асқан қызығушылық танытады. Мен үшін бұл үлкен жаңағы
қуаныш деп білемін. Сол сияқты балаларым да жаңағы сабақта оқушыларым отырған кезде әрдайым осы мен білемін тілді үйрену ол ең алдымен бірінші фактор ол отбасын қоямын мен қашанда. Сондықтан да берілген тақырыптарым, үйреткен жаңағы нәрсенің барлығын мен ата-аналармен байланыстырамын. Үй тапсырмасын міндетті түрде ата-аналармен. Мінекей балалар бүгін осы видеороликті көрдік, бұны ата-аналарына көрсетіңдер, талқылаңдар. Мысалы бір отбасы тақырыбы болса, әжеңнен сұра, әкеңнен сұра, әжесіне, әкесіне, баласына дейін мен әр отбасы мүшелеріне жаңағы тапсырма беруге тырысамын. Жаңағы бір сюжеттер, жақсы сабақтар әзірлесем, мен оны осы ата-аналардың тобына да жаңағы жіберіп отырамын әрдайым. Көрсін, қызықсын, балаларының тілді қалай меңгеріп жатқандығын көрсін, және де өздері де бірге соған атсалыссын деген жаңағы таза ниетім бар. Балаларды шынымен де бұған ең алдымен мен ойлаймын, ең бірінші фактор қызығушылық. Және де сол айтады ғой, бір жақсы өзім бір әдістемем бар, жүректен жүрекке деп. Шынымен де маған тілді үйрету қазіргі уақытта меніңше сондай бір аса қиындық тудырмайды. Өйткені мен өзім жүрегімнен шыққаннан кейін балалар да оны сезеді, балалар да оны қабылдайды. Сондықтан да қазіргі өзімнің жұмысыма шынымен де бір жақсы баға бере аламын. Жақсы, толыққанды жауаптарыңызға рахмет. Жалпы енді бір соңғы сұрақтарды бірігейінші. Мына кісілер енді таңғалып жататын шығар. Иә? Жаңада айтып кеттіңіз, менің атымды естіген кезде таңғалып қалады деп. Жалпы таңғалғанда қандай сөздер айтады көбіне? Жиі еститін сөздеріңіз қандай осы тақырыпқа? Мен мысалы бір жаққа барамын, мысалы дүкенге, там мини-маркетқа барамын, қазақша сөйлеп кетемін да, кісілер, вы казашка дейді. А вы на казашку вообще не похожа, вы точно казашка? Я сосын жауап беремін, иә, қазақпын. Ұқсамайсыз қазақ. Сол көптеген сол сөздерді естимін. Бір жақта болған кезде кісілермен автобуста да ақша төлеймін ғой, қазақша сөйлеймін ба, бәрі қарайды. Сол кезде ұялып қаламын кейбір кезде. Сол сұрайды. Енді менде жиі болатын жағдай сол кейде көп адамдар хабарласып жатады ғой, енді белгілі бір себептермен. Сол кезде әрдайым білмеймін, аты жөнді оққаннан кейін көбісі телефонмен қараса здравствуйте деген сөзді қолданады. Здравствуйте, мен білмеймін, менің бір сондай бір өзімнің жеке ұстанымым бар. Ешқашан мен орыс тілінде амандаспаймын. Мен сәлеметсіз бе деген сөзді қолданамын. Мен оқушыларыма да айтамын, әріптестерім болсын, қай ұлттың өкілі болмасын, мен сәлеметсіз бе деген сөзді қолданамын. Ол менің тілім ғой, мен ана тілім, мен неге ол құқығым жоқ, мен неге одан ұялуым керек деген сияқты. Сондықтан мен сәлеметсіз бе деп жауап беремін. Сонда, ой, извините, Инга Райнгольдовна қайтадан сұрайды. Иә, менмін деген сияқты бұл енді өте жиі болатын жағдай, өте жиі болатын. Себебі мен жаңағы телефонмен бір адамдар хабарласса, мен міндетті түрде онымен қазақша сөйлесем. Ол адам түсінсін, түсінбесін, енді иә, орысша сұрақтар қойып жатса да, мен әрине қазақ тілінде жауап беруге тырысамын әрдайым. Сондай бір қызықты енді жағдайлар болады. Одан кейін енді бір түр әлпетім шығар, шынымен де бір енді нағашыларымның, анамның, бірақ енді тіркескеніне байланысты екі жақтымын негізі, бірақ енді бір қаралығым болғандықтан көбісі енді түр әлпетіне қарап Инга дегенге сене қоймас, сондықтан да бір жерде жүргенде сіз бе деген сияқты енді бұл көп енді сондай бір сұрақтар болып жатады, қызықты оқиғалар. Иә, әрине бұл енді менмін деп жауап беремін. Жақсы, тамаша. Енді біздің оқырмандарға өздеріңіздің бір тілек-лебіздеріңізді білдірсеңіздер, жаңағы бір ойларыңызбен, ақылдарыңызбен бөліскілеріңіз келетін шығар. Енді сіздер өздеріңіздің болмыс бітімдеріңізбен талайға үлгі болып жүрсіздер. Енді біздің оқырмандарға арнап бір ауыз жылы лебіз тілектеріңізді, ақылдарыңызды айтсаңыздар. Біздің оқырмандарға мен тілегім келеді, ең бірінші денсаулық тілегім келеді. Ашық аспан, денсаулықтары мықты болсын, әрқашанда отбасыларына амандық тілеймін. Мынау енді қалай айтсақ, эпидемия тезірек аяқталса, егер де сол қазақ тілі бойынша айтсам, біз қазақ елінде тұрып, қазақ тілінде мен сияқты орыстың өкілдері қазақша сөйлесін деп тілеймін. Қазақ тілін терең меңгеріп, қазақ тілінде тек қана сөйлесін деп тілеймін. Енді менің соңғы тілегім ұстаз болғаннан кейін әрине өзіміздің оқушыларымыз, шәкірттеріміз, болашақ еліміздің жаңағы ұландарына тек қана осы мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтерейік деп айтқым келеді. Енді әсіресе мысалға қазақ жаңағы отбасыларына ерекше үндеу жасағым келеді. Әрбір қазақ баласы қазақ отбасында қазақ тілінде тәрбиеленсе екен деймін.
тікелей эфирде сұрақ қойғандар болмаса, біз осымен өзіміздің эфирімізді аяқтаймыз. Сіздерге келгендеріңізге көптен көп рахмет. Осы педагогикалық жылда атқарып жатқан жұмыстарыңызға көптен көп рахмет. Сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз шынымен де біздің қазақ тілінің мәртебесін арттырып, қазақ тілінің әл-ауқатын көтеруде бір елеулі үлестердің бірі деп білеміз. Сіздерге көптен көп рахмет. Алда бұйырса тағы да бірнеше кезекті эфирлерімізді сіздермен жасайтын боламыз. Көптен көп рахмет сіздерге.